Обычно дело обычно. Бірден масырас көтереді. Тек тамаққа назар көтеріп отырады. Кеше қандай ғой? Сондай ғой. Тамаққа жаңағы жетті, бұрын кетті, тамақ кетті, кварц кетті. Сондай болып Sizde yavru olmayı бізге ауыр болмайды. Саталы ашып, ораза асылы қатты жоқ. демалып жатыр бәрекелді енді тойдың гүлісіз. Гүл емеспіз ау. Не етсіз бұда? Настроение жасау үшін. Бәрекелді. Енді бұл өнер қалай келді жалпы? Табиғатында бар ғой. Табиғатында бар. Ана Мама папа деген ондай осы әлі айтады. Мамаға әкеліп алып, сенде ондай жоқ еді, жақсы тұстар болса, біздің туыстарына қарай беруге бір әкеліп. Мама айтады, қой, біздің мамандар да біздің мамандар тамақ осындай алып тұрса, мектептен кездерінен бастап, баяғы мұғалімдер айтады, ол біресе осы большевик үшін адам білмейді, адам білмейді деп, содан басталған уже оған өзімді офиста еще 4 жыл қаржы маманы ол болмады, 2 жыл экономика ол болмады, тамада болып қоймады. неше жыл болды? 20 жыл болды. Я қайда сонда біраз өзімді түсірмесін. Алғашқы той атады, ойланып, өскелең кішкене қалып, қараған қарасы. Сол жерде Альмена деген ба, Альмена деген ресторан бастаймыз. Сол бірінші күннен бастап мықты сол жиі жыл өтті. Қойсай деп айтатын адам жоқ. Кірдім бір романсика өкілді көрген бар ғой. Бірінші той басқарып, есесіне мұнан кейін үш тойда жайдық қой. Менен болмай, біз мұнай батыстан мынандай шықсын білмейсің. Уже функцияда қойған бүкіл тойлар солай. Сен бұл ағалардың көмегі істеген ғой, өзі жаңағы шоу деген қатты қазірде тоймен кешегі той 16 жыл Келісті ғой бізге. Қазақстанның тойының Мен он шығар жасадым. сол кезде тоймен қазіргі тойдың айырмашылығы. Қазір тойда шоу өткен. Ағалар не болса басында как шоу ғой, астында еще шоуның дүниесін түсіне қойып, шоуды өтіп, қойған ешқайдасын күліп айтасың, болды сонымен бижақ айтасың, мысалға баяғы мысалы палатканы беретін ағаларымыз осы палаткан кезіндегі бұл кісілер деген артық қалжың жоқ, тек анекдоттар болған бәрі бижақ болған ғой, қазір маған сен шоуменсің ба дейді, оны бойынша шоумен деп қалжыңмен бастап біз мысалы ютубта сөйлеп жатыр ойбай ондаған ютубер тиктокта батысқа есін алғансың дейді сол бәрі сондай иә ол тикток залы тауып сондай біз мысалы есінде сұрап сексен бес қарама сексен деп отырған әкей тұрған деген
Государство не так что Нет, там сколько будет же? жүз екі жүзден адам аса адам келеді олардың бәрі әртүрлі біреуге ұнайды біреуге ұнамайды деген сияқты енді 300-200 адам деген осы Алматы бұл жақта ғой Қарағанды батыста шығыста оңтүстікте ғой 600-700 адам ең көп ол жерде мынандай дүние ғой аудиторияда жұмыс істеуге байланысты ғой жаңағы өйткені мысалы 600 адам 600 пікір мынандай жағдай болады мына менің әкем мынандай әзірледі ренжіп кетеді да ал қазір енді 600 адам 60 пікірдің басын А, да. 글쎄요,